Так, құрметті білімгерлер, бүгін актер шеберлігі КМ6, ойын 6-да 3. Ешкім ауырып жатырған жоқ, түгел ғой бә? Жансая. Ал енді қазір сәл сабақтың басында қыздырынамыз. Содан кейін сахналық шығармашылық жұмысымызды тақырып бойынша бастаймыз. Тақырыптар бойынша үй жұмысын тексереміз. Барлықтарымыз қазір перденің артына барамыз. Өзіміздің қарагөз шығармашылық жұмысымыз арқылы үйде дайындалған жұмыстарыңды, ой өрістеріңді жаңағы серіктес саналы түрде, көрерменмен санасыз түрде деген тақырыптардың қалай түсінгенін үй жұмысын көретін боламыз. Сондай мінезді, биязы, нәзік. Бір ауыз қатқыл мінез қатаң сөз қатпастан, үзіліп талған өзек жарған асыл сөзбен, әйел баласынан өз басын көрмеген сыпайылық әдеппен, мына менің жүйкемді құртып тұрған жоқ па? Мен қолым, мысалы, құшақташы мен құшақтау. Біраз, сенің қолың тұр ғой, қарағым. Құшақтайсың ба, не істеріңді білмей тұрғаның, жол көрерменге сезіледі. Көрерменге жаңағы айтқанымыздай санасыз түрде ол сезіледі. А сен саналы түрде ұстасам ба екен, ұстамасам ба екен? Аршаны жақтырмады дегенді жұртқа не деп айтарымды да білмеймін. Төрем, сені жолдан тайғызған кім? Соны айтшы. Кім екенін айтпаймын. Осы жерде бүгін көресің. Қара түнде жамылып, жан сырын ашысқанға 2 ағай болды. Бізді қосқан жай желік пен құмарлық емес. Бізді көңілімде болған жетімдік, қайғы күйік қосты. Ақбала, саған айтар ең үлкен шыным осы, Ақбала. Атнаташ, Қатырақ. таңдап тапқаның қандай жан? Айтшы, төрем. Айтуға болмайды.
аузым бармайды. Зор күнә ғой ол. Бір Құдай өзі кешер. Маған көрсетем деп алып келгенде атын атауға болмай ма? Жоқ! Ақбала! Саған көруге болады! Тілмен айтуға жол жоқ, Ақбала! Ыңғайсыз сезім, сезім, ыңғайсыз сезім. Ақбала, тек сенен алатын уәдем бар, Ақбала. Ол қандай уәде? Не сұмдықты көрсең де, ішіңде сақта. Ұзақ сапарға аттанарда өмір бойға. Бір жолға жеңгелі қарсымды өте дейтін тілегім болса, сол осы, Ақбала. Бүгінгі сабақтың тақырыбы актер туғызған ой мен сезім қарым-қатынас процесінің өмірге келуіне түрткі болады. Ойлаңдаршы, актер туғызған ой мен сезім, қиял мен елестету. Мен қазір сол нәрсені айтқанда сендерге үлкен мағлұмат болады. Ойды ойлаймыз ғой, сезімді сол ой арқылы сеземіз. Ойды мимен, парасатпен ойлаймыздағы, ақылмен ойлаймыздағы сезімді жүрекпен сеземіз. Және сол жүрек арқылы біздің бүкіл физикалық, біздің сырт бейнеміз қозғалысқа бастайды. Мысалы, айнаға қарасаңдар, кімді көресің? Өзіңді көресің. Бол, басқа ешкімді көрмейсің. Біз ондай емес. Ондай айнаға қарамауымыз керек. Біз әйнекке қарауымыз керек. Ойлаңдаршы, әйнекке қарасаң не көрінеді? Вот, әйнектің артындағы міне, терезеден қарасақ, әйнек арқылы біз талды көреміз, аспанды көреміз. Солай ғой, көшеде ары-бері кетіп отырған адамдарды көреміз. Әйнек арқылы. Міне, актердің ең бірінші міндеті, басты міндеті әйнек арқылы көру. Біз әйнек арқылы елестетеміз. Әйнектің ар жағындағысын көруге амал жасаймыз. Табиғатқа шыққанда әйнек жоқ, тек қана табиғатты көреміз. Ал табиғаттың артынан кімді көреміз? Ойлаңдаршы. Ең басты, маңызды нәрсені көреміз, ол не? Біз табиғаттың артынан жаратушыны көреміз. Қараңдаршы, қандай керемет. Айнаға қарасаң өзіңді көресің, әйнекке қарасаң жаратылғанды көресің, әйнекті алып тастап табиғатқа қарасаң жаратушыны көресің. Міне актердің құпиясы. Сахнада біз кейіпкеріміз жасап отырған серіктесіміз арқылы кейіпкерді көреміз. Елесті көруіміз керек. Андағы мен мұндағының жүрегін мұздатпа дейді. Астарында не жатыр? Ар жағындағы астарды көруіміз керек. Түсініп отырсыңдар ма? Андағы мен мұндағы еліңнің жүрегін мұздатпа. Тұр. Кімде болса, қолынан келген істесін. Қарагөз! Жоқ сұмдықты бастама. Әже, бар! Емді алса, жайық бар, теңді алса, еділ бар, еділді алса, қобан бар. Осы жерде процесс тез болу керек, тез. Бар табылар, жоқ кетер, есен болуға амал бітер. Бар табылар, жоқ кетер, есен болуға амал бітер.
енді алмаған Қарым қатынас. ағалары Бір-бірімізге қарым қатынас. талпи тұрған құсты алады енді алмаған басы сайын басылаулы басылаулының басы сайын қысылаулы қара дуан мақсат деген шек дамыды енді алмаған Жай, жай бастала. енді алмаған Бітті. Асықпаймыз қайта. Жай орнымызға. Ең бірінші скорс. Қарағым, Нарша, өмір жастарың ұзақ болсын. Енді қара көзім де сен де бірсің. Мына қара өзегімді қақ жарып шыққан баламсыңдар. Бақытты болыңдар. Құдағидың мейірімі түскен бала ед, Аха. қара көз. Нарша екеуі ақ батанды ақтайтын болсын. Ақ батасын беріп, адал тілеуін тілеу, ол ата-ананың міндеті. Көл болған көп тілеуін тілеу, орындау, адал туған ұл мен қыздың борышы. Ал балаларым, кеуделеріңде санаң болса, үлкеннің батасы да тілегі де осы. Көпшіліктің тілеген ақ батасы Кемпір шешеңнің басқа тілегі не болсын? Біздің де тілегіміз осы. Ал балаларым, ойындарыңды бастаңдар. Ал қыздар, жігіттер, бүгінгі сабақты қорытындыладық. Жаңағы жасаған сабақтағы көрініс арқылы өздеріңді көрсеткендерің бойынша біз бағалаймыз. Бүгінгі бағаларыңды қоятын болсам, Ақбала ойнаған Жансая 90, Нарша ойнаған Айқын 90, Қарагөз Айгерім 95, Мөржан 95, сосын